Рахмет. Бас-аяғы осы уақытқа дейін қанша киноға түстіңіз? Енді 100-ден аса киноға түстім. Бұрынғы одақтар кезінде киностудиялар, Мосфильм, Ленфильм, Свердловск студия дейді, Ялтинск студия дейді, Прибалтикада Рижский киностудия, Қырғыз, Өзбек, Түрікмен, Тәжік, Центральный телевидение киностудия, Горький. Түспеген киностудиям жоқ қой. Содан кейін 9 шетелде түстім. Голливудта басты рөлді ойнаған алғашқы қазақ. Соның тарихына тоқталайықшы, ол жаққа қалай шақырту алдыңыз? Голливудқа ең бірінші Петр Великий деген кино түсірген. Одақтар кезінде. Ана бізбен бірге Андрейченко бізбен бірге оқыды. Бізден 2 курстымен. Кімнің Бондарчуктың курсында. Сол түсті, басқалар түсті. Голливудтың анау атақты режиссер, актер Иманды Олғыр кім еді? Ұтып қалдым енді. Аты жөнін. Сол киноға түстім Совет одағында. Содан кейін бізде Ермек Аманшаев деген киностудияның президенті болды. Сол Голливудтан бір режиссер шақырды. Ол бәрімізді қарап, содан кейін бір басты рөлдің біреуін маған берді. Бірақ та кейіннен соған қаражат болмай, ол фильм түскен жоқ. Түсірілген жоқ. Содан кейін Марко Поло келді. Марко Полоға деген осы қазақтың барлық актер, театр болсын, кино болсын, бәрі жаңағы кастингке барды. Содан бәріміз жасадық. Соның ішінен мені анау Марко Полоны Азиядан анау Қытайға дейін соны сопровождает. Жол көрсетеді. Жол көрсетеді. Үшінші фильм Конват 2 деген, Конват 2 деген. Оған анау Кери Тагава, содан кейін бір американский актер бар. Менен өзі оншақ кіші екен, бірақ та бойы менен үлкен сондай американың актері болды. Сол түсті. Содан кейін китайский происхождение Голливудтың актрисасы түсті. Мен енді Қазақстаннан барған бір бизнесменді ойнаймын. Осы 3 фильмға түстім.